Қазақстандықтар байып кетті. Көптеген тұрғындар депозиттер бойынша мемлекет уәде еткен өтемақыдан 100 теңгеге дейін алды. Неліктен сыйақылар соншалықты аз болды және олар кімге көбірек қажет болды? Біліп көрдік. Көптеген депозит иелері есептелген өтемақы сомасын естіп, не күлерін, не жыларын білмеуде. Олардың бірі Алина Хасанова. Ұсынылған сома өте күлкілі болды. 108 теңге 33 тиын. Мен таңертең алдым. Көптеген достарым күндіз алды. Немесе түстен кейін. Шамамен бірдей қаражат. Шамамен 100 теңге көлемінде. Біраз күліп алдық. Әрине мен депозитімде әртүрлі сомалар болды. Бірақ соған қарамастан бұл аз. Қазақстандық депозиттерге кепілдік беру қоры банктерге ақшаны 16 наурызда аударды. Кейбір банктер келесі күні салымшылардың депозиттеріне 10% қосты. Ұлттық банк түсіндіргендей, егер 2022 жылғы 23 ақпаннан бастап салымшы өз депозитінен кем дегенде бір рет ақша алса, онда сыйақы жыл бойы ең төменгі қалдықта есептеледі. Егер 1000 теңге қалса, онда өтемақы 100 теңге болады. 5 миллионға жуық қазақстандық өтемақы алуға ниетті болды, бірақ нәтижесінде көп бөлігі депозитте ақшаны сақтай алмады. 2 миллион 600 мың адам алды, бірақ олардың жартысында 100 мың теңгеге дейін салымдар болды. Сондықтан өтемақы 10 мың теңгеден аз болды. Кейбір экономистер өтемақыны қазақстандықтар үшін жақсы бастама және жағымды бонус деп санайды. По большому счету оказали. Уақыт көрсеткендей, осы 10% қорытындысы бойынша 2022 жылы алған инфляцияны қамтымайды, тек 50% қамтылды. Дүрбелең депозиттердің жаппай ұшуын немесе басқа да деструктивті процестерді өтеу үшін әдетте мемлекет осындай шараларды бастайды. Депозиттер бойынша өтемақы төлеу уәдесі белгілі бір дәрежеде депозиттерден ақшаны жаппай алуға және соның салдарынан банктердің күйреуіне жол бермеуге, ұлттық валютаны құнсызданудан сақтауға мүмкіндік береді деп санайды Арман Бейсенов. Жандос Бақтылы, Данил Заславский, 5-ші арна.